Жыл басынан бері шағын және орта бизнес субъектілеріне 138.670 тексеріс жүргізілген. Олардың ішінде кәсіпкерлерді алғашқы 3 жылда тексеруге тыйым салатын ереже сақталмағаны және мақсатсыз тексерістер болғаны анықталды. Бұл жағдайды түзеу бағытында қандай жұмыс атқарылғандығын Қазақстан 2050 стратегиясының кәсіпкерлікті дамыту саласындағы соңғы жетістігін бүгін өңірлік даму министрлігінің өкілдері хабарлады. Үкімет кәсіпкерлікті дамыту үшін рұқсат беру жүйесін реформалаудың 2015 жылға дейінгі тұжырымдамасын қабылдады. Бұдан бөлек рұқсаттар және хабарламалар туралы заң жобасы әзірленді. Құжат осы айда парламент қарауына өтеді. Жалпы кәсіпкерлерді заңсыз тексерумен күресетін ведомство аралық комиссия жұмыс істеуде. Ведомстволық комиссияны үкімет басшысының бірінші орынбасары Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаев басқарды. Ведомстволық комиссияның 10 отырысы өткізілді. Сол 10 отырыстың деңгейінде 925 құжат қаралды. Оның ішінде 758 рұқсатты бірыңғай тізбеге енгізілді.